Баршаңызға сәлем. Бүгін біз кефирден өте дәмді, өте жұмсақ болып шығатын осындай кекстер дайындаймыз. Өте жеңіл, өте оңай және де барлық заттар қолжетімді үйден табылады деген ойдамын. Және де видеоны соңына дейін көріп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Осындай шұңғыл ыдысымызға 3 жұмыртқаны салып, жарып салып және де үстінен қантымызды қосып, жақсылап миксермен араластырамыз. Миксермен 2-3 минуттай араластырамыз және де біздің осы массамыз 2 есе көтеріледі. Және де осы жұмыртқамызды араластырып болған соң біздің грецкий орехымызды дайындаймыз, яғни жаңғақтарды пышақтың көмегімен майда бөліктерге бөліп тураймыз. Және де жарты шай қасық соданы біздің айранға салып, жақсылап араластырып қоямыз және де 10 минуттай күтеміз. Біздің айранымыз осындай бетіне дейін көтеріліп, реакция жүруі қажет. Неге бізде айранымыз 2 есе көтерілді, реакция жүрді, біздің жұмыртқалы массамызға айранды қосып, одан кейін сары майды ерітіп, оны да суытып қоямыз. Одан кейін біздің массамызға құйып, жақсылап араластырамыз. Біркелкі болғанша араластырамыз. Осындай көпірік болып, сондай болып тұрады. Кейін ұнымызды қосып, және де сұйық қамыр болғанша жақсылап біркелкі болғанша венчиктің көмегімен араластырамыз. Осындай масса шығады. Оның үстінен біздің туралған грецкий орехты қосып, тағы да араластырамыз. Және де изюмді ішіне қосып жіберсеңіздер болады, немесе мен сияқты бетіне қоссаңыздар да болады. Өзіңіздің қалауыңыз бойынша. Егер грецкий орех болмаса, просто тестоның өзін пісіріп алсаңыздар да болады. Біздің осындай формамызды дайындаймыз. Және де осы силиконовый форманың өзін кішкене майлап жіберіп пісірсеңіздер де ешқандай жабыспайды, өте әдемі болып шығады. Видеоның басында көрсетілген. Және де біздің осы кекстерімізді 180 градуста 20-25 минуттай пісіріп аламыз. Бізде осындай керемет, өте жұмсақ кекстер шықты және де балдарыңызға жасап берсеңіздер, олар қуана-қуана жеп қоятыны сөзсіз. Баршаңызға рахмет, жасап көруге кеңес беремін. Осындай грецкий орехпен жасасаңыздар, өте керемет болып шығады. Баршаңызға рахмет, сіздермен бірге болған Таңшолпан.